болмай тәуір болмас демекші, осы айда сұмдық өзгерістер болып жатыр. Ең бірінші өзгеріс ол АИ-92 бензині мен Комуслуганың бағалары мен тарифтері өзгереді. Бүгіннен бастап олардың бағаларына қолданған шектеулер тоқтатылады екен. Демек, жаңа тарифтерге достар дайын болуыңыз керек. Екінші жаңалық ол телефон арқылы кімге қанша ақша жіберіп жатқандарыңыз туралы банктер енді салық органдарына жіберіп бастайды екен. Үшінші өзгеріс ол сіздің көлік жүргізу құжатыңыз, яғни праваңыздың срогі бітіп қалса, онда үйден шықпай, телефон арқылы, суретке онлайн түсіп, онлайн қол қою арқылы және ставкаға заказ беріп, үйден шықпай алуға болады екен. Төртінші ол кәсіпкерлерге налог бойынша өзгеріс. Егерде әрбір кәсіпкер өзінің налогта основной долг қарызын төлеп болса, онда сол қарыздың пенясы мен штрафтарын дәл осы айда кешіріп тастайды екен. Бесінші жаңалық ол дольщиктер үй салатын болса, сол доля салатындардың мәліметтері мен бүкіл құжаттары Қазақстан бойынша единый казреестрге тіркелу міндетті болады. Бұл электронный түрде мошенниктер қайта-қайта сатудың болмауына әкеп соқтырады. Алтыншы өзгеріс, достар, Қазақстанның темір жолы Альго вагондарының орнына осы жылдың соңына дейін 200-ге жуық Штадлер вагондары, комфортный вагондары әкеліп қосылады екен. Жетінші, достар, ол кинопрокат. Алдын киноларға берілетін рұқсат 7 күн экспертиза жүретін еді. Енді 30 күн экспертиза тексерістен өткеннен кейін барып, киноларға рұқсат берілетін болды. Бұл деген сөз, алдағы уақытта сапалы кино көреміз деген сөз. Сегізінші өзгеріс ол Қазақстанға импорт болып шетелден кіретін азық-түлік сүт өнімдері және де фрукты овощилардың бағалары өсуі мүмкін. Мысалға, сіз Белоруссиядан 1000 теңгеге колбаса әкелетін болсаңыз, сізге сенбейді, себебі нацкаталогта өзінің фиксированный бағасы бар 825 теңге. Сол жер 825 теңгеден сіз салық төлейтін боласыз. Достар, соңғы өзгеріс ол Каспий магазинде сіз маржаны дұрыс есептемей, өзіңіздің товарларыңызға бет алды ойдан шығарып баға қоятын болсаңыз, дұрыс сата алмай минусқа кіресіз. Сол үшін менің Каспий база курсымда маржа сабағы бар. Сол маржа сабағыма тіркеліп алсаңыз, осы сәуір айының соңына дейін есептеп үйреніп, дұрыс пайда, яғни табыс табуды үйренсеңіз болады. Сіз осы өзгерістерді білер ме едіңіз? Білмесеңіз маған тіркеліп алыңыз.